Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен оп-оңай торт дайындаймыз. Ең бірінші 5 жұмыртқаға шекерді қосып, жақсылап 10 минуттай шайқап аламыз. Толық рецепті видеодан астында описанияда жазылған. Жақсылап шайқап, көпіргенше шайқаймыз. Онға қамыр қопсытқышты қосып, 3 бөлікке бөліп, осылай ұнды салып, видеодағыдай, ұнды салғаннан кейін бір-екі араластырып, осылай видеодағыдай үстін баспай, жақсылап араластырамыз. Көтерілгені түсіп кетпеу керек. Форманы алып, оны майлап, қызып тұрған пешке қазір салатын боламыз. 170 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. 2 сағаттай видеодағыдай етіп қойып, кішкене ауа кіретіндей суытып аламыз. Менде шамамен 2 сағат кетті. Осындай бисквит дайын болды. Ұзын пышақпен видеодағыдай 2 бөлікке немесе 3 бөлікке бөлсеңіздер болады. Мен осылай 2 бөлікке бөлдім. Сосын сахар мен қаймақты қосып, крем дайындап, оны корждың ортасына жақтым. Бетін жауып, жақсылап кремін жағып, холодильникке кем дегенде 2 сағатқа қойып қою керек. Мен 4 сағатқа қойып қойдым. Сол кезде сіңіп әдемі болады. Үстіне кремін жағып, жақсылап, тортты қалағанша әсемдесеңіздер болады. Мен видеодағыдай үстіне какао сеуіп және шоколадный печеньеларды осылай кесіп, турап, әдемілеп әсемдедім. Мінекей оп-оңай жасалады. Міндетті түрде осы рецептімен жасап көріңіздер. Кескен кезде осындай әдемі болады. Жұп-жұмсақ, үлпілдек торт болып шықты. Мінекей.